Alright, біздің екінші сабағымыз басталды. Екінші сабақта жалпы акция дегеніміз не деген тақырыпты толығымен ашатын боламыз. Әрине бұл тек қана акция дегеніміз не деген тақырыпта емес, биржалық акция саудасы қалай жүзеге асады, құнды қағаздар түрлері, биржалық акциядан саудасы мен Форекстің айырмашылығы не? Қосымша мен сіздерге информация туралы қосымша кішкене криптоға байланысты тағы да салыстырмалы түрде өзім осы айтып беретін боламын. Жалпы бізге трейдинг инвестицияны анализ сразу жасап бастап кеткеннен бұрын бізге жалпы түсініп алу керек. Фундаментал акция дегеніміз не? Акция дегеніміз жалпы құнды қағаз. Кез келген компания, мысалы барлығымыздың білетін Tesla компаниясын ойлайтын болсақ, Tesla компаниясы біз инвестиция жасайтын болсақ, трейдинг жасайтын болсақ, ол компанияның біз құнды қағаздарын, яғни акцияларын алып сатады екенбіз. Негізі құнды қағаз деген ол өте жалпыламай түсінік. Құнды қағаз ішінен тағы да бөлінеді. Ол акция ол тек қана бір түрі. Сол себепті біз қазір түрлерін тағы да көретін боламыз. Жалпы біздің білетін акциялар, жалпы құнды қағаз акция деген тақырып қозғалғанда дүние жүзінде жалпы 90-95% компаниялардың акциясы туралы негізі айтылады. Бірақ енді бізге білу ол өте маңызды. Егер сіз инвестор болсаңыз, сіз инвестор акцияларды, жаңа құнды қағаздар, бір Tesla компаниясының құнды қағазын сатып алатын болсаңыз, онда компания өсетін болса, компанияға сіз инвестиция жасадыңыз, сіздердің ақшаларыңызбен ол компания өседі, ол компанияның өсетін болса, оның акциясының құны өседі, олай болса сіздің акцияңыздың құны тағы да сонымен бірге өсіп жатыр деген сөз, яғни сіз соны пайдамен арзан бағадан алған акцияңызды қымбат бағамен сатып пайдасын сіз өзіңіз көре алады екенсіз. Компанияның акциясы болу үшін ол қоғамдық компания болуы тиіс, яғни Tesla деген компания бар, барлығымыз біледі. Ол Элон Маскының компаниясы, бірақ Tesla компаниясы бұрын ол мүмкін Элон Маск және де оның жанындағы өзінің партнерларының компания, жеке компаниясы болды. Ол қоғамдық компанияға айналу арқылы өзінің акцияларын бізге ұсынып жатыр. Ұсына алып жатыр. Енді осы жерден бізде IPO деген процесс пайда болады. Компания акциялары болу үшін не істеу керек? Ол IPO деген процесті жасау керек. IPO деген Initial Public Offer деген сөздің қысқартылғаны IPO деп аталады. Бізге IPO деген сөз өте құлағымызға жылы естіліп кеткен, себебі компаниялар IPO туралы көп маркетинг бар. Қазақша бастапқы жария орналастыру деп қазақша солай аударылады екен. Жалпы компанияның немесе ерте инвесторлардың қор нарығында жеке компанияның акциялары сату процесі нәтижесінде компания қоғамдық болады және бағалы қағаздары инвесторлардың кең ауқымына ашық болады. Мысалы, Tesla компаниясы өзінің акцияларын бізге сата алады, яғни сіз екеніз Tesla компаниясына инвестор бола аламыз деген. Осы процесті бізге мүмкіндік ететін процесс. Яғни, бұлай болады, қысқаша айтқан кезде. Мысалы, Tesla ол стартап болды деп ойлайық. Яғни, Tesla стартап болды, кішкентай жаңадан ашылған компания Elon Musk. Ол жеке инвесторлар арқылы басында өседі, Мысалы, достары бар, жақын адамдарынан инвестор тарту арқылы алдымен өседі. Сосын жақсы дамыған компанияға айналу IP процесіне дайындалады. Енді ол жақын адамдармен ақша тарту арқылы стартап алғашқы несін жүргізеді. Сосын бірнеше жыл жаңағы стартап жүріледі, ақша таба бастайды, өте жақсы компания болып, бәрі болып бастаса, ол IPO-ға шығатын мүмкіндік алады екен. Ол үшін олар қайтеді, IPO болу үшін процесін қор биржаларына тіркелу керек болады. Қор биржалары, әрбір елдің өзінің қор биржалары бар. Қазақстанда мысалы AX деген бар, KASE деген бар, Алматыда, Астанада. Америкада мысалы NASDAQ деген бар, Нью-Йорк қор биржасы, Арка қор биржасы, Чикаго қор биржасы, Dow Jones. Енді өте көп. Кішкентай банкаларда да қор биржа бола алады. Олар сіздің компанияңызды бағалап, аудитпен тексеріп, бүткіл налог, бүткіл кіріс шығыстарыңызды тексеріп, егер сіз қоғамдық компанияға бола алатын болсаңыз, сіздің компанияңызды қайтеді бағалап, соған бір акциясының бағасын шығарып, акциясының санын шығарып, сіздің компанияңызды қоғамға
акциясын сатуға мүмкіндік береді, яғни сол акцияларды сіз екеуміз сатып аламыз, содан кейін сол ақшамен компаниясын қайтадан үлкейтеді. Ол компания үлкейіп жатса, сіз екеуміз компанияның құны өседі, акциясының бағасы өседі, сіз екеуміздің инвест жасаған ақшамыз өседі. Яғни ол компания өзі де өседі, Илон Маск да байиды, сіз де байысыз, мен де байымын, біз көбірек налог төлейміз, жаңағындай налог деген не деуші еді, налог деп айта берейік, налог төлейміз, және де көп адам жұмысқа аламыз, айлық төлейміз деген. Жалпы былай win-win деп аталады, екі жақта да жеңіп жатыр. Бүткіл қоғамға, бүткіл неге пайдалы экосистем дейміз. Құнды қағаздың жалпы қалай жүргізілетін жобасын түсіндік. Ары қарай біз тағы да тереңдеп ашатын боламыз. Құнды қағаздардың жалпы түрлері. Енді бұл жерде біз акция, сток деп те жазып кеттік, бірақ негізі акция, сток ол тек қана бір түрі. Сток деген ол акция деген. Енді жалпы құнды қағаз деп айта берейік. Құнды қағаздың түрлері көп. Мысалы, борыштық бағалы қағаздар қазақша болғанда. Бұл жерде онда debt securities деп айтады ағылшынша. Банкноттар, облигациялар, banknotes, application деп айтамыз. Бұлар болғанда мысалы кез келген кейбір банкалар өздеріне сондай банкноттар шығарып, қарызға береді екен да, мысалы үлкен банкалар, елдерге қарыз береді банкалар, немесе облигациялар, мысалы бұл жерде бондылар жатады, елдерге бонды беріп жатады, өздерінің құнды жер байлықтарын мысалы неге беріп, немесе жаңа компаниялар облигация шығарып бере алады. Келесі үлестік бағалы қағаздар деп аталады. Бұл онда қарапайым акциялар. Бұл біздің енді білетін акцияларымыздың бәрі осыған жатады екен. Үлестік бағалы қағаздар категориясы жатады. Бұл ағылшынша common stocks. Common stock, яғни қарапайым акциялар. Мысалы, Tesla компаниясының, Google'дың, Facebook, Meta болып кеткен, Amazon дейміз. Барлығының жай біз екеуміздің алуға мүмкіндігіміз бар. Акцияларды біз common stock немесе қарапайым акциялар деп атаймыз. Оның сыртында бізде енді ETF-тар деген бар, биржалық сауда-саттық. ETF-тардың exchange traded fund деген сөздің қысқартылғаны. Бұлар болғанда жаңағы акциялар сияқты, бірақ мысалы индекстар бар, futures деп атаймыз, енді сондай нәрселер бар. Қазір көреміз, осылардың акциясы сияқты. Бірақ бұл жерде қандай бір компания жоқ, мысалы барлығымыздың білетін, мысалы енді iPhone шығаратын компания, Apple компаниясының акциясы деген бар, бірақ ол продакт шығарады, немесе сервис шығарады, біреу машина шығарады деген, барлығының өзінің продакты, қандай бір продакт немесе сервис бар. ETF ол мысалы газ бар, табиғи газ бар, сосын мұнай бар, мысалы алтын бар, немесе жаңа S&P 500 деп атаймыз, үлкен индекстар. Осылардың енді құнды қағаздар сияқты. Оның ар жағында қандай бір финансовый компания бар, оны басқарып отырады. Яғни сіз екеумізге мұнайға алып сатуға мүмкіндік беріп жатыр дейміз. Бірақ ол мұнайдың негізгі өзі емес, сол негізгі бағасын артынан бірдей қозғалатын құнды қағаздың түрі. Оны біз ETF деп атаймыз. Бұның рискісі кішкене акциялардан қарағанда жоғары, себебі бұл нағыз акция емес. Бұл тек қана сол мұнайдың ETF болса, мұнайдың бағасы өсіп түседі. Сондықтан осындай зат бар, оны біз білуіміз керек. Оның сыртында деривативстер деген бар. Ол деривативстің ішінде futures және опциондар жатады, көбінесе келісім шарттар. Келісім шарт көбінесе уақыты болады, алдын ала келісім шарттармен жүреді. Фьючерстар, мысалы, көп фьючерстар бір айдың алдына жүреді. Бір айдың алдына сізге келісім шартқа отырасыз. Мысалы, сіз қазір мұнайды сатып алсаңыз, Қазақстанда мысалы мұнай көп. Мұнайды сіз сатып алатын болсаңыз, көбінесе негізгі мұнайдың бағасы осы фьючерстармен жүреді. Мысалы, бір баррел деген бір біткен ыдыстың көлемі. Сол ыдыстың көлемі бір баррелі мысалы $67 деп есептейікші. $67 болса, ол контрактсіз алып сатасыз ол жерде. Яғни сіз келесі айда осы нәрсені мен физикалық тұрғыда барып алуға сіз рұқсат қағазыңызды сатып алып сатасыз. Мысалы, бұл жерде көбінесе фьючерста бізде мына индекстар бар, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones деген бұл үлкен индекстар. Осы индекстардың
фьючерстар тағы бар. Сіз алып сатуыңызға болады. Қазір индекстер туралы көреміз. Ар жағында мұнайдың, алтынның, күмістің, бағалы материалдардың барлығы көбінесе фьючерстармен жүреді. Негізгі алып сататын болсаңыз, физикалық тұрғыда алып сатқыңыз келсе. Опциондық келісім шарттар, олар болғанда көбінесе жаңа кезінде гүл немесе сондай егіндердің несіне байланысты шыққан екен идеясы. Тағы да келісім шарт, ол өндіруші бағасының құлап қалуынан сақтану үшін бір бағаға сатып алушымен келісіп қояды алдын ала. Осындай уақыттар шығады, осындай баға сен сатып аласың. Ол кезде бір айдан кейін, мүмкін 2 айдан кейін, егер ол кезде бағасы өсіп кететін болса, сатып алушыға ол жақсы деген сөз, өйткені ол арзан бағамен келісіп қойды, сондықтан ол қымбат бағамен сатады да, арасында пайдасын ол сатып алушы көреді деген. Осылай енді опцион деген нәрсе сондай. Опционның ішінде мысалы үлкен акциялар, Tesla, Apple сияқты ірі компаниялардың акциясының сыртында опционы деген тағы болады деген сөз. Яғни біз опционы тағы да алып сата аламыз, бірақ опционны алып сату, фьючерсті алып сату стратегиясы, риск менеджменті, ар жағында бүкіл нәрсе сол басқаша болады. Сондықтан біз тек қана осы сабақта біз акцияларға көңіл бөлеміз. Жалпы осындай зат бар екен біз білу керек. Бізде мысалы опционға байланысты жеке сабақ бар. Естеріңізге салып кетуге болады. Индекстер деген бар, S&P 500, оның ішінде Dow Jones, Nasdaq ең ірі индекстер. Индекс деген нәрсе жалпы қандай бір өлшем. Көбінесе индекстерді біз индекс ретінде сата алмаймыз. Индекс болғанда көбінесе бір өлшем. Мысалы, S&P 500 деген ол S&P 500, ол Американың, былай айтқанда, қысқаша айтқанда ең мықты 500 компаниясының жиынтығы. Мысалы, менде бір қандай бір ыдыс бар болса, мынандай бір ыдыс бар болса, 30 ыдысқа мен 500 компания ішіне саламын да, ішін былай жасап, бір акция сияқты шығарып келдім, құнды қағаз. Бұл жерде индекс ретінде тұр. Мен орташама бағасы деген 500 компания. Яғни S&P 500 ол Американың экономикасының жағдайын жалпы былай білдіреді, тура айтқанда. Сондықтан бұның ішіне мысалы ертеңге дейін Tesla сияқты компаниялар кіретін, қазір Tesla'ны шығарып тастады, бірақ S&P 500-тың жалпы ішінде 2800 компания бар. Nasdaq'та мысалы біреуінде шатасып тұру мүмкін, біреуінде 2000 қанша, біреуінде 4000 компания бар. Компаниялар көп негізі, бірақ ең топ 500 компаниясымен негізгі индексін шығарады. Бұл индекстердің енді фьючерстар тағы бар. Сіз алып сатқыңыз келсе, онда фьючерстарын алып сатасыз. Немесе бұлардың ETF-тар тағы бар. SPY, QQQ деп аталады. Nasdaq-тікі QQQ, S&P 500-тікі SPY. Енді бұларды сіз практика жүзінде толығырақ көретін боласыз, бірақ индекс ретінде бізге білу керек. Nasdaq ол Nasdaq 100 деп жүреді негізі. Nasdaq ол технологиялық 100 компанияның жиынтығы деп айтсақ болады. Яғни Apple, Amazon, барлығымыз жаңағы Facebook, Meta, осы компаниялар осы Nasdaqқа жатады. Енді біз техникалық компанияларды біз акцияларға инвест жасап немесе трейдинг жасағымыз келсе, біз Nasdaqпен алып сатамыз. Nasdaqты қараймыз. Nasdaqның қозғалысы не болып жатыр? Өйткені бізге өте маңызды. Басқа компанияларды қарағанда біз S&P 500 қараймыз. Dow Jones 30 деп жүреді, негізгі бір 30 компания жатады, ішінде Boeing сияқты компаниялар кіреді. Кейбір компаниялар бар, осы Dow Jonesқа байланысты қозғалады. Бұлар болғанда жалпы негізгі биржаның бағыттарын көрсетеді. Бізге өте маңызды, қандай бір сделка трейдинг жасап, инвест жасағанда осылардың бағытына байланысты біз жалпы биржаның бағытын көре алады екенбіз. Акциялар капитализациясы бойынша бөлек. Жалпы кез келген компанияны біз бөлеміз, үшке бөледі екенбіз. Біріншіден small cap деп атаймыз, немесе бұны penny stock деп те атайды, кішкентай капитализациясы бар компаниялар. Жалпы капитализация деген не дегенде компанияның жаңа орналастырылған акцияларының жалпы долларлық нарықтық құнын білдіреді. Әдетте market cap деп атайды. Ол компаниялардың жаңа орналастырылған акцияларының жалпы санын бір акцияның ағымында нарықтың бағасын көбейту. Мысалы, былай айтқанда Tesla'да 100.000 акция бар деп ойлап, бір акциясының бағасы $10 десек, $10-ды сіз 100.000 акциямен көбейтесіз. Сол кезде оның құны шығады, Tesla'ның құны. Яғни Tesla'ны сатып алғыңыз келгенде сіз $1 миллион төлейсіз дейсіз ғой. Егер оның бір акциясы $10 болса, ода 100.000 ғана акция бар болса. Яғни 100.000 деген ол штук, 100.000 штук акция $10-мен. Сонда көбейтесіз, сіз market cap шығады. Формуласын жазып кеттік мына жерге.
Енді қараңыз, осыған байланысты капитализациясына байланысты біз үшке бөлеміз. Біріншісі ол маркет small cap, ол 2 биллион дегеніміз миллиард, не тілмен айтқанда, орысша қазақша айтқанда 2 миллиардтан төмен капитализациясы құны болған жағдайда біз бұны кішкентай компаниялар деп есептейміз. 2-ден 10 миллиардтың ортасында болған жағдайда біз оны medium cap, орташа капитализация бар компания деп айтамыз. Large cap деген үлкен компаниялар. Мысалы, Tesla, Apple, Amazon, барлық біздің білетін үлкен компаниялар осыған жатады. 10 миллиардтан жоғары. Негізінде орташа компанияларға білмеймін, мүмкін мысалы жатады Nike сияқты компаниялар. Small компанияларға көбінесе кішкентай компаниялар, жаңадан шығып келе жатқан компаниялар осыған жатады деген. Жаңадан IPO ашқан компаниялар осыған жатады. Енді бұл жерде float деген нәрсе бар. Бұл float компаниялардың барлық қоғамдық компания болып IPO ашқан кезде барлық таратылған қоғамға акцияларының саны деген бар. Мысалы, жаңа 100 мың акция деп айтатын болсақ. Енді осы 100 мың акцияның мысалы көбінесе енді 80-90% болады, бірақ сіз екемізге алып сатуға арналған акциялар. Оны біз флот акциялары деп атаймыз. Флот акцияларына байланысты біз оны тағы да бағалаймыз, категорияға бөлеміз. 20 миллионнан төмен болса, біз оны кішкентайға жатқызамыз. 20 миллионнан 500 мың ортасында біз орташа компанияға жатқызамыз. 500 миллионнан жоғары болса, біз оны үлкен компанияға жатқызамыз. Біздің білетін, барлығымыз білетін жаңа Starbucks, Facebook, Google сияқты компаниялар, олар үлкен компания немесе орташаға жатады. Бұлар екеуі көбінесе риск тәуекелі аз, small cap'тар олар рискісі көбірек деп есептелінеді. Енді биржалық акция саудасы қалай жүзеге асады деген қайтадан түсіндіруге тырысайық. Қоғамдық компаниялар өз жаңағы акцияларын Nasdaq немесе жаңа Нью-Йорк қор биржалары, NYSE деп жүреді. Осы сияқты биржа exchange жатады, биржа қорлары арқылы акцияларын сатады. Бірақ сіз мысалы Tesla компаниясының акциясын Teslaдан барып немесе осы биржа қорларынан барып ала алмайсыз. Сізге брокерлік компаниядан шот ашу керек. Брокерлік компаниялар сізге соны алуға көмектеседі. Tesla былай айтқанда биржа қорына барып IPO-ларын ашады. Біз брокерлік компанияларға барып шот ашамыз. Сосын сол арқылы біз қор биржаларына барып акцияларды алып сата аламыз. Өте оңай процесс, негізі жеңілдеп тастаған. Брокерлік компаниялар көп, негізі Қазақстанда барлығымыздың білетін ең енді көп қолданатын Freedom Finance, қазір Freedom Broker болып өзгеріп жатыр. Freedom Broker компаниясы Interactive Broker деген америкалық компания, Jusan Investment деген бар, BCC Investment. Енді жалпы осылай бізде варианттар көп негізі. Бұл туралы тағы да көретін боламыз. Сіз оштан банктен шот ашқан сияқты шот ашасыз, сосын сізде уже былай алып сататын мүмкіндік автоматически ашылады деген. Енді акцияларды сату уақыты кестесі қалай жүреді? Бұл жерде болғанда негізінде Нью-Йорктың уақытымен жүріледі. Өйткені біз американ биржа қорында жұмыс жасаймыз. Себебі біздің білетін барлық жаңағы компаниялар, оның ішінде тіпті Қытайдың мысалы Alibaba, NIO сияқты үлкен компаниялардың өзі, Baidu, бәрі американ биржа қорында бар. Сол себепті біз сол американ биржа қорында жұмыс жасаймыз біріншіден, екіншіден ол жақта мүмкіндіктер жоғары, үшіншіден біз доллармен жұмыс жасаймыз, төртіншіден соның уақытына бағына тікеміз. Яғни Нью-Йорктың уақытымен орналасады. Уолл-стрит деген білесіздер, Нью-Йорк деген қалада, Манхэттен кішкентай аралда орналасады. Осы жерде дүйсенбіден жұмаға дейін жалпы жүріледі екен биржа нарығы ашық. Бізде Алматы немесе Астананың уақытымен жазып қойдық. Бұл жерге негізгі уақыты деген бар. Күндізгі уақыт кешкі Алматымен 7:30-дан түнгі 2-ге дейін. Қазіргі жағдайда бізде уақыт өзгеріп тұрады ғой. Негізгісін Нью-Йорктың уақытымен тартып аласыз. Нью-Йорктың уақытымен таңғы 9:30-да ашылады. Ол өзгермейді. Дүние жүзінде бір уақытта ашылып жабылады, 4-ге дейін кешкі. Енді қазір жағдайда 7:30-дан 2-ге дейін. Яғни сіз жұмыстан кейін сіз биржа нарығы ашылатын болып тұр ғой, бұл сізге берілген бір мүмкіндік дегенсіз. Біз биржа нарығында жалпы алып сату үшін бізде екі түрлі мүмкіндік бар. Маркет баға, яғни нарықтық баға.
лимит баға, ол шекті баға. Біз бұл туралы көреміз. Біз екі түрлі жолмен акцияларды алып сата аламыз. Осының екеуінде біз қолдана алады екенбіз. Негізгі уақыт, негізгі қозғалыс осы жерде жүреді. Бүткіл алып сатылым ақшалар. Pre-маркет, after-маркет деген тағы да екі түрлі. Ал біз енді биржа акцияны алып сататын бізде мүмкіндік бар. Pre-маркет деген ол биржа нарығы ашылғанға дейінгі уақыт. Яғни біз 7:30-да кешкі ашылады ғой. Ашылады ғой. Соған дейін 2-ден бастап уже біз акцияларды алып сататын бізде мүмкіндік бар екен. Яғни бұл жерде біз чекті бір ордер немесе заказбен ғана біз алып сата алады екенбіз. Ол жерде қозғалыстар азырақ болуы мүмкін. After-маркет, яғни биржа жабылғаннан кейінгі уақыт ол 2-ден кешкі 4-ке дейін негізінде. Бұл жерде брокерлік компанияға байланысты әртүрлі. Кейбіреулері 6-ға дейін 7-ке дейін жұмыс жасай береді, сондықтан. Окей, жалпы осындай. Ары қарай жалғастырамыз. Биржалық акция, жаңағы биржа нарығы деп айтсақ болады. Forex пен айырмашылық. Біз алдымен Forex-ті түсіндірейік. Forex деген нәрсе, Foreign Exchange деген ол жалпы валюта. Мысалы, доллар мен теңге, юан менен евро деген. Осылардың арасынан айырмашылығынан ақша тапқыңыз келсе, онда сіз Forex пен жұмыс жасайсыз. Forex ол 7 күн 24 ашық жүйеде жұмыс жасайды. Яғни сіз ұйықтап жатсаңыз да Forex нарығы жұмыс жасап тұрады. Жаңа мен айттым ғой, биржа нарығының уақыты бар, ашылып жабылатын. Forex-та ондай емес. Енді қараңыз. Оның сыртында Forex-іңіз тоқтамай жұмыс жасайтын болғаннан кейін оны рискісін нетуге, жаңағындай рискісін нету басқару өте қиын. Ол өте капитализациясы дүние жүзі бір нарықта жұмыс жасайтын болғандықтан, ол тым көп жаңағы volatility деп аталады, ағылшынша volatility, қозғалыс өте көп. Қозғалыс өте көп болған кезде сіздің риск менеджментіңіз, тәуекеліңіз үлкен болып келеді екен. Өйткені сіз қандай бір ақшаны тәуекелге немесе рискке қойып барып, біз сделка ашады екенсіз. Әйтпесе ешқандай риск қоймай, сізде сделка немесе трейд инвестмент жасалынбайды екен. Валюталардың артында ешқандай бір құндылық жоқ. Құндылық бар, бірақ көбінесе жаңа сол елдің экономикасына байланысты. Макро, микро, үлкен инфляция, президенттің сөйлеп жатқан сөзі, политикалық үлкен саясаттар. Енді сондықтан бұл өте опасный, өте қиын. Жаңа манипуляциялар өте көп болады. Көп шарктар, акулалар көп. Сонда кішкентай шабақтарда сүзіп кетеді. Көбінесе сол себепті Forex-та бізде риск көп деп есептелінеді. Мен өзім Forex-пен айналыспаймын. Бірақ бұл жерде айналыспа деген нәрсе емес, ешқандай жалпы салыстырмалы түрде. Акция, сток, биржа, ол болғанда акцияның артында қандай бір компания бар. Мысалы енді барлығымыздың білетін Apple компаниясы, мысалы. Apple компаниясында iPhone бар, барлығымыз білетін MacBook, мысалы қазір. Сіздерге мен мысалы компьютермен осыны жазып отырмын. Барлығымыз қолданамыз Instagram, WhatsApp, ол Facebook-тікі, Meta деген компания деген сияқты біз мысалы білеміз, оның ар жағында қандай продуктысы бар, сервисі бар. Әлемнің ірі компаниялары, жаңағы айтып кеткен компаниялар, ең бай адамдар, Марк Цукерберг, Amazonның Джефф Безос, Elon Musk. Барлық жаңа ақпараттар ашық. Олар қоғамдық компания болғандықтан, олардың бүткіл информациясын, қанша ақша тауып жатыр, қанша шығында дивиденд беріп жатыр ма, бүткіл информациясын кез келген уақытта өздерінің веб-сайты немесе мына сияқты веб-сайттардан Yahoo Finance, finbiz.com көре аласыздар. Сенімді, себебі олар ар жағында FINRA, SEC деген жаңа үлкен полицейлер бар. Биржа нарығының полицейлері, яғни олар біздің құқығымызды қорғайды екен. Жалпы болғанда бүгінгі сабақта осы жерден аяқтадық. Екінші сабағымыз осы жерден аяқталып жатыр екен. Ендеше сіздермен үшінші сабақта кездескенше